Апа. Ой, апа кешіріңіз. Ұйықтап жатқан бедіңіз? Ой, айналайын. Саған байқамай қалдым. Кешір қарам, іштен кетпейді. Не болып қалды? Ей, тағы да абысындарың ренжітті ме? Ой, айналайын алтын келінім. Кенжетайым сол менің. Не болды айтшы? Жоқ, апа, негізінде екі абысын ренжіткеніне түкте ренжіп жатқан жоқпын. Сіз мына үйде не болып жатқанын білмейсіз ғой? Не болды? Тыныштық па? Вот именно что тыныштық емес болып тұр ғой. Айымтор жеңгеме кім бар ғой, Құралай абысын? Бір-бірін соттайын деп жатыр. Иә? Тұқымың көбегір-ай. Не дейсің? Не дегенді сол, кім Айымтор жеңге Құралай абысынды ұрлықшы деді. Иә, ұрлықшы деді. Сотқа берем деді. В общем, жұлқылап атты ғой. Не болған айтшы қарай? Мен білмеймін, әйтеуір мен келген кезде екеуі қатты ұрсып бүйтіп жұлқылап атыр, кімді, Құралай абысынды. Білезігін ұрладың дей ма, алтын білезік дей ма, соны түсінбедім. Маған қолымды көтер дейді. Ойбай, білезік дей ма? Ай, мынау ма? Иә, осы ғой. Точно осы, апа. Ай, Мә, сіз алдыңыз ба не сонда? сен алғаның несі? Мен кеше ана қол жуатын жерін тауып алдым ғой бұны. Кімдікі екенін сұрайын деп едім, кеш болып қалды. Сосын алдым да қалтама сала салдым.